Құрметті әріптестер, Некуал тестінде 2026 жылы ақпан айында келген 4-ші нұсқаны сіздерге толық талқылап беруге тырысамын. Үшке бөліп талқылаймыз. Бірінші бөлігінде біз бірден 15-ші есепке дейін талқылайық. Бірден 15-ші есепке дейінгі аралық талқылаймыз. 15-ші есеп аралығын бір үйде оқып талқылап берейін. Ендеше бастайық. Бірінші есебімізден бастайық. Бірінші есебімізде бұлай берілген екен, барлық әріптестерге толық түсінікті деген сенімдемін. Міне тағы да сол берілсін жазбай телефоннан қарап отырмыз. 3 логарифм 5 негіздегі 2 дейді. 3 логарифм 5 негіздегі 2 алынған 2 логарифм 5 негіздегі 3 дейді. Бізде мынандай формула бар, құрметті әріптестер. Логарифм а негіздегі Б-с дейтін болса, мына А мен С-ның орнын ауыстыруға болады. Сонда қалай жазуға болады екен? С-ның логарифм Б-дан А деп жазуға болады. Тура сол сияқты мына жерде 3 пен 2-ның орнын ауыстырамыз бірінші есепте. Мән табыңыз деген екен, 3 логарифм 5 негіздегі 2 болады. 2-ның орнын ауыстырсақ 3 логарифм 5 негіздегі 2 болады екен. Сонда жауабы не? 0 шығады екен. Сонда бірінші есептің жауабы, құрметті әріптестер, 0 деген талдаймыз. Келесіге өтейік. Екіншісі бізде мынандай есеп берген екен. Екіншісі мен белгісін жазып жіберейін. Y-тен түп арасында 2 салынған 1, Y-тен 1, X тең 0 және Y-тен 0 деп берілген екен. Y-тен 0. Осы есептің несін табыңыздар дейді. Енді қараймыз, осы сызықтармен шектелген фигураның дейді ауданын табыңыз дейді. Шектелген фигураның ауданын табыңыздар деген екен. Ендеше осының ауданын табайық. Енді аудан табу үшін бізде былай, осы шектелген аудан мен сіздерге сызып көрсете салайын, қай жермен шектелген екен. Сіздерге осыған ұқсас есепке баса қиналып қалмасын деп шығару жолымен көрсетіп жатырмыз. Бұл жерді мен 1 деп белгілеп алайын. Бұл жерді 1, 2 деп кете берейік. Бұл жерді біз 1, 2 деп белгілеп алайын. Енді график сызғанда мына түбірастының графигін бірінші сызайық. Şimdi түбірастының графигін бірінші сызатын болсақ, ол неден жоғары, бірден жоғары мәнді ғана аламыз. Бірге тең немесе бірден жоғары мәнді қоя аламыз. Онда мен 1-де беретін болсам, 1-де берсем 0. 2-ні беретін болсам 1-ге тең екен. 2-ні берсем 1. Значит, ол график бізде бұлай кететін график деген сөз, бүйтіп кететін график екен. Көрдіңіздер ма? Ал енді екінші график бізде Y-тен 1 деген график. Ол Y-тен 1 деген график мынандай график деген сөз. Ол Y-тен 1 деген график мынау. Және X0 деген мынау, X0 деген мынау, X0 деген мынау, Y0 деген мынау. Сонда осы жермен шектелген фигураның ауданы табу керек екен. Осы жермен шектелген фигураның ауданы. Енді осы фигураның ауданын қалай табамыз деген бір сұрақ болады. Яғни мен маркермен байып қойын, осы жерді табу керек екенбіз. Енді оны табуға бізге 4-1-дің ауданы қып барып тапсақ, сол оңай болады екен. Міне 4-1-дің ауданы қып бүйтіп тастасақ, мына жер 4-1-дің ауданы. Мына жерде де кішкентай аудан шықты. Мен мына сарымен боялған аудан табу керекпіз. Біз сарымен боялған табамыз. Мынау керек емес. Мен мынаны әтеге жазып қойдым. Себебі осыны табамын да, мына 4-1-дің ауданынан осының ауданын қайтеміз, аламыз. Мына жерде бір 4-1 шықты. Міне мынандай аудан. Осындай 4-1 аудан шықты. Бұл жер 1 болады, бұл жер 2 болады. Сонда осы 4-1 ауданы тең 2 болады екен. Енді мына жердегі аудан тауып алып тастау керекпіз. Бұл жер бізге керек емес. Осы жердегі аудан тауып алып тастау керекпіз. Ол ауданды табу оңай, білесіздер. Түп арасында 2 салынған 1 да X дейміз. Мәні бұл жерде көріп отырсыздар 2 мен 1. 2 мен 1 дейміз. Осы жерден интеграл табатын болсақ, бұл 2 салынған 1-дің неше дәрежесі? 2-ден 1 дәрежесі. Оған 1-ді қосамыз. 2-ден 1 қосылған 1 дейміз. Осы жерден интеграл табатын болсақ, міне интеграл, осы жерден интеграл табатын болсақ, астынан 2-ден 3 шығады, ол орнына қосса 3-ден 2 болады. Енді астынан 2-ден 3 шығады, орнына қосса 3-ден 2 болады. Ал мына жерде бізде 2 салынған 1-дің қанша дәрежесі? 2-ден 3 дәрежесі болады екен. Енді осы жерге біз 2 мен 1 деген мәнді қоямыз. 2 мен 1 деген мәнді қояйық, 2-ні қояйық. Бірінші, онда осы жердегі аудан табу үшін бізге S1 аудан дейік. Осы жердегі аудан табу үшін бірінші 2-ні қоямын. 2-ден 1 дасам 1. 1-дің әрқандай дәрежесі 1-ге тең 3-ден 2 болады. Екінші қойған мәнді аламын. 1-ді қойсам 0 шығады. Сонда мына жердегі мына аудан, мына жерге бізге керек емес аудан 3-ден 2 шықты. Онда біз 2-ден, жалпы 2-ден 3-ден 2-ні алады екенбіз. Сонда 1,3-ден 1 деген міне біздің нізелін жауап шығады екен. Жауап 1,3-ден 1 екен. Мына есептің жауабы 1,3-ден 1. Шығару жолы түсінікті деген сенімдеміз. Келесі үшінші есепке өтейік. Міне телефон арқылы сіздерге қарап отырмын. Үшінші есебіміз. Үшінші есептің белгісін жазайын. Үшінші есептің белгісін жазатын болсақ, қандай көрсетеді екенбіз? Қане қарайық. Үшінші есеп.
ізделінді нүктеге жүргізген жанама дейді. Ізделінді нүктеге жүргізген жанама y тең 7х алынған 3 түзуі болатындай. Y тең 7х алынған 3 түзуі болатындай епат x тең 2х қосылған 5 функциясының алғашқы функциясы деп дейді. Функцияның алғашқы функциясын табу керек екен. Қараңыздар, қайтадан оқып бере салайын. Үшіншісі, ізделінді нүктеде жүргізген жанамасы y тең 7х алынған 3 түзуі болатындай епат x 2х қосылған 5 функциясының алғашқы функциясы деп дейді. Алғашқы функциясы тап десе, мынау алғашқы функциясын тап дейді. Бұл яғни туындысы тауып тұр деген сөз. Бұл енді алғашқы функция туындысы бізде не деген сөз? Бұл 2х алынған 5 соның алғашқысы қандай деген сұрақ қойып жатыр. Енді онда бізде мына жанаманың несін табамыз? Мынау жанама дейді. Жанаманың туындысын табады екенбіз. Туындысын табатын болсақ, бұл жерде тең 2 коэффициент болады. Екеуі қандай болады? Өзара тең болады, жүздің коэффициент. Енді қарайық, бұл жерде 2х қосылған 5-ті біз неге теңейміз? 7-ге теңейміз. 7-тен 5 алатын болсақ, x0 не шығады екен? 1 шығады екен. Көрдіңіздер ғой. Енді x0 деген 1 шықса, бірді, енді y0-ні табу үшін осы бірді әкеп берілген функцияның орнына қайтадан қояйық. Мына берілген функцияның орнына бірді қоятын болсақ, y0 тең 4 шығады екен. Сонда қай нүктеде жүрген алғашқы функция дейді? Яғни ем нүктесі десе, қай нүктеде 1-де 4-те жүрген алғашқы функциясын тап деген сөз. Онда оңай екен. Мынаның интегралын табамыз. Келесі бізде 2х қосылған 5 dx деп тұр. Осының интегралын табады екенбіз. X квадрат болады, қосылған 5x болады екен. Интегралы көрдіңіздер ме? Интегралын табамыз. Так, міне жермен дұрыстап жүрейін. Интегралын табамыз, орнына қоя салады екенбіз. Епат x тең дейміз, қосылған с. Енді орнына әкеп міне 2 мән тауып қойдық. Орнына әкеп осы мәндерді қоямыз. Басқа реңмен қояқшы. Енді осы мәндерді әкеп қоямыз. Y-ның орнына 4 қоямыз, X-ның орнына 1 қоямыз. 1 қосылған 5 қосылған с. Сонда с тең бізде минус 2 шығады екен. Әкеп қайтадан осы функцияның орнына қойсақ, бізде алғашқы функция шықты. Қандай екен? X квадрат қосылған 5x алынған 2 деген ізделін жауап шығады екен. Онда біз келесі есептерге өтейік. Келесі есебіміз. Төртінші есепке өтейік. Төртінші есебіміз мынандай екен. Көп әріптестер сұрап жатқан есептің бірі 3x квадрат алынған 2x квадрат алынған 6x қосылған 9. Модуль ішінде осындай 9x алынған 2 функциясы екен. Жаңағы біз көп әріптестерге жауабы дұрыс деп жатқан есептеріміздің бірі осы. Бұл есепті қалай шығарамыз? 3x квадрат дейміз. Бұл жерде біз x алынған 3-тің квадрат деп аламыз. 9x алынған 2. Енді 3x-тің квадрат дейміз. Бұл міндетті түрде модульге алынады. x алынған 3 болады. Модульге алсақ x алынған 3 болады екен. Модульге алдық. Сосын алынған 9x қосылған 2 деп қояқ, 0-ден үлкен дейміз. Осы жерде 2-ге бөліп қарастырады екенбіз. Бірінші модульді қарастырамыз. Біріншісі модульді қарасақ, бірінші жағдай мынандай. x алынған 3-ті біз 0-ге теңейміз, 0-ден үлкен деп қарастырамыз. Біреу. Екінші жағдай бізде бұны x алынған 3-ті 0-ден кіші дейміз. Соны екеуінен шыққан жауаптың бірігуін алады екенбіз. Сонда бұл жерде x 3-ден кіші, мына жерде x 3-ден үлкен деген. Енді 3-ден үлкен болатын болса, міне мынау оң сан деген сөз. Үлкен дедік, оң сан болса өзі жазылады. 3x квадрат алынған x қосылған 3 болып өзі жазылады. Міне оң сан дейміз да, 0-ден үлкен дегендіктен. Алынған 9x қосылған 2 0-ден үлкен дейміз. Сонда 3x квадрат алынған 10x қосылған қанша болады екен? 10x қосылған 5 0-ден үлкен деген шығады екен. Түсінді ма? 0-ден үлкен деген шығады екен. Бұл жерден дискриминант тексерсек, 10-ның квадраты 100 алынған 3 4 12 60 тең 40 шығады екен. Енді есептейтін болсақ, бұл жерде 10 плюс минус 40 дегеніміз 2 түбір астында 10 бөлінген 6. Бұл жақты түсінікті деген сенімдемін. Енді екеуін сызайық. Бұл жердің екі шешім. Біріншісі қандай екен? 5 алынған түбір астында 10 бөлінген 3. Неге өйтіп жаздық? Екіншісі бізде 5 қосылған түбір астында 10 бөлінген 3. Себебі мынадан екінші жақшаны сыртына шығарсақ, астында бөлім дегенмен қысқарады. Енді бұл жерде 0 мына жақта 0-ді қоятын болсақ, мына жақта 0. 0-ді қоятын болсақ, берілген функцияға оң теріс, оң екен, ортасы теріс болады. Енді қарайықшы, бұл жерден бізде оң мән қабылдау керек екенбіз, оң мән жазамыз. Енді қалай істейміз? Бұл жермен енді осы екі функцияның қиылысқанын табамыз. Қазір айтамыз, осы функциялардың қиылысқанын табамыз. Қай функция екен маркермен қазір бұл жағын шығарып қойдық. Енді міне екінші жағын шығара берейік, содан кейін бірақ көрсетемін сіздерге.
бірақ көрсетейік. Мына жағы 3-тен кіші дейтін болсақ, онда былай жазамыз. 3x квадрат дейміз. 3-тен кіші дейтін болсақ, міне 0-ден кіші десек, алда 10 болып кетеді. Қосылған x алынған 3. Міне мынау 0-ден кіші дегенде моделдің алдына минуспен жазсам, мына қосу болып кетеді. Сондықтан қосылған x алынған 3. Алынған 9x қосылған 2 0-ден үлкен. Сонда 3x квадрат алынған 10x болады екен. Алынған 10x мына қосылған ғой 8x болады екен. 10 емес 8x болады екен. Так, сіздермен бірге өшіп шығарамыз. 8x алынған 1 0-ден үлкен дейді екенбіз. Дискриминант тексерейік. 8 квадрат 64 алынған 4 12 екен. 48 шыға ма? 12 шығады екен да. Алынған болғанда қосылып кетеді. 76 шығады екен міне. Дискриминант тексерсеңіз 8 плюс минус 76 дегеніміз 4 пен 19. 2 түбір астында 19 бөлінген 6 шығады екен. Бұл жерден де 2 жауап шықты. Біріншісі қандай жауап десек, біріншісі міне екінші ақшаны сыртынан шығарсақ, 4 алынған түбір астында 19 бөлінген 3, 4 қосылған түбір астында 19 бөлінген 3 шығады екен. Енді мұны ортасында терістен, ортасында, өйткені түбір астында 19-дан 4 бүтін бір нәрсе шығады. Ортасында теріс 0-ді қойсақ, 0-0 ортасы теріс 2 7 оң болады екен. Бұл жерден 0-ден үлкенді ал деді, оң таңбаны аламыз. Енді қызығын айтайық. Қайсы екеуінің бірінші қиылысқанын тауып аламыз. Маркермен бөлек. Бірінші мына функциямен мына анықталып осы екеуінің қиылысуын тауып аламыз, мына жаққа жазамыз. Қиылысуын табатын болсақ, бұл жерден не шығады екен? Қиылысуын табатын болсақ, қараңыздар. Мынау 3-тен үлкен дейді. 3-тен үлкен дегеніміз, мынау 5 түбір астында оның жоқтықпен есептейік. Оның 3,3 шығады. Яғни 3-тен үлкен мына жерде былай кете береді, мына жер. Енді астына мына жерге салмай тұрғанымызда, астына сызатын болсақ, мына сызба. Мынау 3-тен үлкен деген сөз. 3 деген мына жерде, 3 деген мына жерде, 3-тен үлкен дейді. Көрініп тұрған шығар. 3-тен үлкен деген осы жерде екен. Себебі мынау түбір астында 10, 3,3 8,3 шығады, бұлдан үлкен, 3-тен үлкен деген шығады екен. Сонда мына бірінші сызбадан, мына астына сызып қойдым. Бірінші сызбадан 3-тен шексіздік деген жауап шығады екен. Міне бірінші сызбадан 3-тен шексіздік. Көрдіңіздер ме? Енді екінші сызбаға келейік. Екінші 3-тен кішісін ал дейді. Міне 3-тен кішісін ал дейді. 3 қайда екен тауып алайық. 19 қанша болып шығады? 19 5 болып шықпай 4 3-тен кіші деген мынандай шығады. Мына жерде 3-тен мына жерде 3-тен кіші деген бар. Мына жерде 3-тен кіші деген бар. Көрдіңіздер ме? Міне 3-тен кіші. Өйткені түбір астында 19-дан шығады жоқтықпен 4 бүтін бір нәрсе шығады. 14 8 бүтін 3-ке бөлсең 2 бүтін 7. 3 деген осы жақта. Осы екеуінің қиылысын аламыз. Осы мына соңғы екеуінің де қиылысын алайық. Бұл ішіндегі ең кішкене күрделі есеп екен ғой. Қиылысуын алайық. Осы жерден қиылысуын алайық. Қиылысуынан не шығады екен қарайтын боламыз. Так, маркермен бөлек. Мына жерден екіншісінен қиылысуынан мынау шығады екен қарап болсақ, минус шексіздіктен мына жерден жазайық. Так. Мына жерді ұзартайық. Екіншісі деп алайық. Екіншісі, біріншісі мына жерде деп алайық. Екіншісі бар мынау минус 4 алынған түбір астында 19 бөлінген 3 екен. Екіншісі мына жерде міне 4 қосылған түбір астында 19 бөлінген 3-тен бастап 3-ке дейін деген бар екен. 3-тен бастап 3-ке дейін деген осы аралықталады екен. Міне 3-ке дейін деген осы аралықталады және мына аралықталады. Енді екеуінің бірігуі. Құрметті әріптестер, екеуінің бірігу болғанда мына сызбаны әкеп, үстіңгі сызбаны әкеп, үстіңгісі астына қоя саламыз. Бірігу болғанда жауап сонда тура шығады екен. Минус шексіздіктен бірігу болған кезде 4 алынған түбір астында 19 бөлінген 3-ке дейін, одан басталады екен де 4 қосылған түбір астында 19 бөлінген 3-тен шексіздікке дейін деген осы жауап шығады екен. Енді түсінікті болды деген сенімдемін бұл есеп. Бұл ішіндегі ең кішкене күрделі ауырақ есептердің бірі екен. Ендеше келесі есепке өтейік. Бұл есепті мен түсіндіре алдым деген сенімдемін. Кішкене ауыр есептер, иә. Келесі қиылысқан біріккен деген нәрсені жақсы түсіну керек екенбіз. Бұл бізден нешінші есеп кетті? 4-ші есебіміз кеткен екен. Ендеше біз 5-ші есебімізді бастайық. Лим екен, иә. Лим ұмтылғанда 5-ші есеп. Лим ұмтылғанда дейді. Міне жерден жазайын. Керек әріптестер көріп отырасыздар. N шексіздікке ұмтылады. Бұл жерде мынандай екен. 3n қосылған 1. 3n қосылған 1. 3 алынған n екен. 5n квадрат қосылған 4 екен. Енді былай істейік. Лим ұмтылады n шексіздікке. Енді бастайтын болсақ, бұл жерден 9n. Жақшаның ішін ашып аламыз. Жеке-жеке көбейтіп. 9n алынған 3n квадрат қосылған 3
алынған n екен. Бөлімде 5n квадрат қосылған 4 екен. Енді бірыңғай жазып алайықшы, ең үлкен дәрежесіне қарай салушы ек қой. Оңай тәсіл ең үлкен дәрежесіне қарай салайық. Минус 3n квадрат, қалған есептесек, қосылған 8n, қосылған 3 екен, 5n квадрат, қосылған 4. Осындай дәрежесі ұқсас болып келетін болса, ең алдыңғысынан қарай салыңыздар, 5-тен 3. Жауап сонда минус 5-тен 3 деген жауап болады екен. Келесі 6-шы есеп көтейік. 6-шы есебімізде не берілді? 6-шы есебіміз 6 бұрышты дұрыс призманың бүйір қабырғасы 5, ал ең үлкен диагоналы 13-ке тең. Бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Жақсы, табандарын саяқшы. Ең үлкен диагонал қай жерде? Диагонал деген іргелес емес екі қабырғасы тұтастыратын кесінді. Мынау бір табаны деп алайық. Келесі екінші табаны мына жақта деп алайын. Ең үлкен диагоналы қай жерде жүреді? Қандай төртбұрыш болады? Мен көрсетіп отырайын. Енді қарайықшы. Мына жердің ең үлкен диагоналы дегеніміз мынау. Бірінші табанның үлкен диагоналын тауып алайықшы. Табанның үлкен диагоналы мынау бізде. Табанның үлкен диагоналы мынау. Осы диагоналдарды қосатын болсақ, үлкен диагонал қосатын болсақ, міне ортада осындай кесінді шығады. Міне мына бізде табан деп отырғанымыз, мына кесінді көрдіңіздер ме? Осы кесінді биіктігі бірдей. Енді тура осында ортада осындай қима шығады. Бізде түсіндірейін. 6 бұрышты дұрыс призманың бүйір қыры 5-ке тең дейді. Міне бүйір қыры 5-ке тең. Дұрыс 6 бұрышты призманың бүйір қыры 5-ке тең, үлкен диагонал 13-ке тең дейді. Үлкен диагонал деп отырғанымыз осы тура ортадан өтетін. Осы жерден өтетін диагонал үлкен диагонал. А, Б, С, Т, Е, Ф десек, С, Еп деген сөз ғой. Мынау С, Еп деген ең үлкен диагонал мынау. Бұл 13 дейді. Онда бұл жер неше болады? 5 дейді. Онда мына С, Еп деген кесіндісі неге тең болады? 13-тің квадратынан 5-тің квадратын аласыздар. Сонда 12-ке тең. С, Еп деген мынау 12-ке тең екен. Бүйір бетінің аудан тап дейді. Бүйір бетінің аудан табу үшін, бүйір бетінің аудан табу үшін мына қабырғасы керек. Мынау 6 бұрыш болған 60 градустан мынау қандай үшбұрыш болып қалады? Тең қабырғалы үшбұрыш болады. Мына жерде біз тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыш. Енді онда мынада да тең болады. Онда мына 10 нүктесін алсақ, бұл жер С, Еп деген 12 болатын болса 6, бұл жерде 6-6-тан болады екен. Сонда ОЕ деген қабырғада 6 болады. ОФ дегенде 6 болады, тең қабырғасы болғаннан ЕФ те 6 болады. Онда мына қызылмен сызылған бір бүйір табаны, яғни бізде мына жерде сызған бүйір табанында қанша болады екен? 6 болады. Енді бүйір жағы да әрбір бүйір жағы қандай болады? Бізде әрбір бүйір жағы бір төртбұрыш болады. Мынандай төртбұрыш болады екен. Қызылмен жазайықшы. Әрбір бүйір жағы да мынандай кішкентай төртбұрыш болады. Әрбір бүйір жағы да осындай әрбір. Неше бүйір бар? 6 бүйір бар. Енді ЕЕП деген кесінді осы бір бүйірінікі, ЕЕП деген кесінді осы. ЕЕП деген кесінді бізде қанша шықты? 6 шықты. Ал бір бүйірі 5 шықты. 5, 6, 30 болады. Онда неше бүйір болады? 6 бүйір болады. Сонда 180 деген жауап тұрса екен. Бұл 6-шы есеп. Келесі 7-ші есепке өтейік. 7-ші есебіміз. 7-ші есебіміз дейді, абыс үшбұрышында ең нүктесі бс қабырғасының ортасы болса. Онда осыны сызайық. Міне, бұл бізде нешінші есеп екен? 7-ші есеп. Қараңыздар, абс үшбұрышында дейді. Абс үшбұрышында бс қабырғасының ортасы ең нүктесі дейді. Бс қабырғасының ортасы ең нүктесі. НА векторын дейді. НА векторын АБ және бс векторлары арқылы өрнекте дейді. Онда бастайық болды. Онда былай жазайық. АБ векторын, А векторы қосылған БН вектор деп алайық. БН векторы міне. АБ қосылған БН векторы неге тең болады? АБ қосылған БН білесіздер НА векторын. Соңғымен бастап сұрамыз. АБ қосылған БН векторы бізде НА векторына тең. Бірақ біз НА векторына АН векторына тең. Соңғыдан бастапқысын АН векторына тең. НА емес, АН векторына. Соңғысымен бастапқысын сұрамыз ғой. Бізде білесіздер векторды міне. Мынандай келеді. Біріншісі, екінші осылай кетмесе, соңғымен бастапқысын қайтеміз, тұтастырамыз. Сонда бұл АН векторы болады екен. Енді есептеуді ары қарай жалғастырып көрсетейін. АБ векторымен бс арқылы өрнекте деді. Онда АБ-ны жазық қоямыз. Қосылған БН деген не? Міне екеуі тең. БН дегеніміз бс бөлінген 2 деген сөз ғой. БН жартысы деді ортасы. БН бс бөлінген 2 тең АН болады екен. Енді бізге АН емес, маған НА керек. НА керек. НА бол үшін бәрі минусқа көйтем. Мына жер минус АБ болады. Мына жер минус бс бөлінген 2 болады. Мынау минусқа көбейсек орын ауысады. НА болады. Минусқа көбейсек орын ауысады. Міне өрнек дедік. Сонда жауабымыз былай болады екен. НА деген вектор тең болады екен.
минус а б векторы алынған 0,5 б вектор деген жауап дұрыс, құрметті әріптестер. Бұл бізде 7-ші есеп екен, 7. Келесі 8-ші есеп көтейік. 8-ші есебіміз. 8-ші есебімізге өтейін. Y тең логарифм 2 негіздегі 2 салынған 3 қосылған 1 функцияның кері функциясы тап дейді. Кері функциясы. Кері болса өрнектей береміз. Оңай. Бірінші логарифм 2 салынған 3-ті жазып аламын да, 1-ді оң жаққа өткізіп берейін. Оң жаққа өткізетін болсам, Y алынған 1 болады екен, болды. Енді бұл ненің дәрежесі болады? 2-нің дәрежесі. X арқылы өрнектеп шығам. X алынған 3 дегеніміз 2-нің Y алынған 1 дәрежесі екен. Сосын кейін X дегеніміз 2-нің Y алынған 1 дәрежесі қосылған 3. Енді Y пен X-ің орнына ауыстыра саласыздар. 2X алынған 1 қосылған 3. Жауабымыз осы шығады екен. Кейбір әріптестер бірден басында ауыстырып жатады. Кері функция десе бүйтіп жатады. О да жақсы, негіз ұмытпауға жақсы. X алынған 3 қосылған 1. Бірден кері функциясы деп десе орнына ауыстырып жатады. Қалай? Мынаны X дей салады. Тең логарифм 2-ден Y алынған 3 қосылған 1 дей салады. Сосын мынаны оң жақ, мына өз жағында тұрсын. 1-ді оң жаққа өткізейік. Тура осы жол ғой. Логарифм 2-ден Y алынған 3 2 салынған 1 дейміз. Сонда Y алынған 3 тең 2-нің 2 салынған 1 дәрежесі, Y дегеніміз 2-нің 2 салынған 1 қосылған 3 десек, жауап шыға береді екен. Келесі көтейік. Онда 9-ші есебіміз. Телефоныммен қарап отырмын. 9-ші есебімізге өтетін боламыз. 9-ші есебімізде не берілді екен? Қарайық. 9-ші есебіміз жай реттеу екен ғой. 6-ның 4 дәрежесі, X-ның 3-тен 1 дәрежесінің 2,5 дәрежесі екен. Астында Y бар екен, астында сосақ Y бар екен. Көбейтеді екеміз, Y-тің 2-ден 1 дәрежесі 6-ның 3-тен 5 дәрежесі екен. 6-ның 3-тен 5 дәрежесінің 6 дәрежесі. Көрдіңіздер ғой, енді оңай екен, 2-ден 5 дегенді айландырып, 2-ден 5 дегеннің орнына не деп, 5 бөлінген 2 деп жазып алайықшы. Қайта-қайта жазбайық, мұның орнына 5 бөлінген 2 дейік. 2-ден 5 қой, оны біз 5 бөлінген 2 дейік. 5 бөлінген 2 дәрежеге көтерейік. Біріншісін жеке-жеке дәреже көтеретін болсақ, бұл 6-ның дәрежесі болып кетеді. 6 мен 2 қысқарады да 10. 6-ның 10 дәрежесі болады екен. Мына дәрежені жеке-жеке дәрежелерінде көбейтеміз. Екеуін көбейтсек 6-тан 5 болады екен. X-тің 6-тан 5 дәрежесі. Бөлімде Y-тің 2-ден 5 дәрежесі болады екен. Көбейтеміз. Мына жері көбейтсек Y-тің 3 дәрежесі болады екен. Екіншісін 6-ға көбейсек 6 мен 3 қысқарса 10, 6-ның 10 дәрежесі болады екен. Енді қарайтын болсақ, 6-ның 10 дәрежесі екеу қысқарады. Бұл жерде X-ің қанша дәрежесі қалып қалды? X-тің 6-тан 5 дәрежесі қалып қалды. Бөлі болғанда 3-тен 2-ден 5 қайтеміз, бөлі болғанда аламыз. Сонда Y-тің Y-тің 2-ден 1 дәрежесі қалады екен. 3-тен алған кезде. Түсінікті ма? Онда келесі көтейік. 10-ші есеп. 10-ші есеп айтады, АФ кесіндісі АФ кесіндісі дейді. АБСД параллограмның АФ кесіндісі. Міне АФ кесіндісі АБСД квадраттың параллограмы емес, АБСД квадраттың жазықтығына перпендикуляр. АФ тең 8, БФ тең 10 болатын болса, П мен Б-ді түзуіне дейін қашықтық дейді. Енді П-дан П-ді түзуіне дейін қашықтап дейді. Онда бұлай сызбашы, бізге кішкене қисық қып сызбалайық, айтпаса сызбамыз шықпай қалады. Мынау квадрат екен, осындай квадрат. Мынау бізде квадрат деп алайық, осындай квадрат. Бұл квадрат АБСД деген квадрат екен, АБСД квадраты. Енді бізге мынаған П-ді перпендикуляр деп берілді. Міне қарайтын болсақ, бұл жерде сызып жерейік, көкпен міне жерге перпендикуляр дейді. АП перпендикуляр екен. Ал енді бізге берілгені БП дейді. Мына ұзындық 10 деп берілген екен. БП ұзындық 10 екен. АП 8 дейді. Мына жер 8 екен. Онда қабырғасы тауып алуға болады ма? Мына жердің үшбұрыш пайда болды. Қабырғасы 6 болады. Мына жер тікбұрыш үшбұрыш. 10-ның квадратына 8-дің квадратына 6. Енді бізге П-дан Б-ді диагоналына дейін қашық дейді. Онда диагоналдар бөлбен қайтеді, қақ бөледі ғой, перпендикуляр қақ бөледі, білесіздер. Міне, осы жерге дейін арақашықтық тап дейді. Яғни бізге мына жердің арақашықтығын тап дейді ғой, осы жердің арақашықтығын тап дейді. Түсінікті ма? Енді мынаның қабырғасы бізде 6 болса, бұл жерде 6, асы диагоналын таба аламыз ба? Асы диагоналын тауып аламыз. Асы диагоналы бізде бұл квадрат қой, бұл айтқанда бізде квадрат. Мен көзге көрінбей болғаннан кейін осылай сызып жатырмын. Квадрат асы диагоналын тауып аламыз. Оның квадрат
6-ның квадратына қосамыз 6-ның квадратын, сонда асы диагоналы тең 6, түбірасында 2 шығады. Мына 10 нүктесі десек, онда а 12-ге тең, осының жартысы 3, түбірасында 2 болады екен. Бізде мына жерде бір не пайда болып қалды? Үшбұрыш пайда болды. Мынандай бір үшбұрыш пайда болды. Осыны пайдалансаңыз, п-ді қырына дейін мына жерге дейін арақашықтық деген сөз, ол p10 тап деген сөз. Былай айтқан 90 жасап тұр ғой. Бұл жерде 90 градус жасап тұр. Сол себепті. Енді қарайық болды. Енді осы жерден тікбұрыш сызып алайын да, мен сіздерге көрсетейін. Бұл p дегеніміз, мынау o дегеніміз, мынау a дегеніміз. Бұл жер 8 деді, бұл жер 3 түбірасында 2 деді. Көрдіңіздер, онда мына p10 табу керек екен x. X табатын болсақ, x-ның квадраты 8-ның квадраты 64 болады. Бұл жерде 3-ның квадраты 9, 18-ді қосады екенбіз. Сонда 64-ге 18-ді қосатын болсақ, 78-82, x тең түбірасында 82 деген жауап болады екен. Онда біз келесі есептерге өтейік. Келесі бізде қай есепке өттік? 11-ші есеп па? 11-ші есепке өтетін боламыз. 11-ші есеп y тең 4 бөлінген 3x берілісін жазып алайын. Қосылған x дейді. Түбірасында x. Қосылған 2 функциясының туындысының x1 нүктесіндегі мәнін тап дейді. Туындысының x тең 1 нүктесіндегі мәнін табыңыз деген екен. Болды, енді жеке-жеке көбейту туындысы ретінде табалайық, мән табамыз. Туындысының 1 болғандағы мән тап дейді. Онда таба саламыз. Біріншінің туындысынан не шығады? Бірінші білесіздер 4 бөлінген 3x қосылған x-тің туындысы, түбірасында x қосылған 2 өз жазылады. Қосылған дейміз 4 бөлінген 3x қосылған x өз жазылады. Түбірасында x қосылған 2-ның несі болады екен? Туындысы болады екен. Енді біріншінің туындысына табатын болсақ, бұл жерден минус 4 бөлінген 3x квадрат шығады екен. Бірна x-ның туындысынан 1 шығады екен. Өсе екен мәнін қоя салайық болды. Түбірасында x қосылған 2 бірі туындысы тапсақ болды. 4 бөлінген 3x қосылған x дейді екенбіз. Мына жерден туындысын тапсақ, 1 бөлінген 2 түбірасында x болады. Сан туындысы 0-ге тең. Міне туындысын таптық. Енді туындылардың орнына 1-ді қоямыз. x 0 тең 1. x-ның орнына 0-ді орнына 1-ді қойсақ, бұлай болады екен. 1-ді қойсақ, 3-тен 4 қосылған 1 болады екен. 1-ді қойсақ, мына жерден 3 болады екен. Қосылған 1-ді қойсақ, мына жерде 3-тен 4 болады, 1 болады. Мына жерге 1-ді қойсақ, 2-ден 1 болады екен. Есептей саламыз. Онда мына жерден міне минус 3-тен 1, минус 1 шығады екен. Қосылған мына жерде 3-тен 7, 6-тан 7 болады екен. Сонда бізде 6-дан 1 деген міне біздің ізделінді жауаптарымыз шығады екен. Сонда жауап бізде неше шығу керек екен? 6-тан 1 шығу керек екен. Келесі есеп көтейік. 12-ші есеп. 12-ші есебімізде не берілді екен? Қарайық. 12-ші есеп. Z-тің квадраты алынған 4 қосылған 2 ай. Қосылған 3 қосылған 4 ай. 4 ай тең 0 функциясы комплекс теңдеуін шешіңіз дейді. Комплекс теңдеуін шеш дейді. Теңдеуін қалай шешетінін көрсетейін. Бұл кәдімгі дискриманттық теңдеу. Мына жерде z деген бар. Бұл дискриманттық теңдеу. 4 алынған z дегені қалып қалды. Көрдіңіздер ғой? 4 алынған z дегені қалып қалды. Бұл кәдімгі дискриманттық теңдеу. Кәдімгідей ешқандай қиындығы жоқ. Онда д-ны табамыз. д дегеніміз не? b квадрат алынған 4асы. д-ны табатын болсақ, міне b деген мынау квадраттасақ 4 қосылған 2 айдың квадраты деп аламыз. Алынған 4 а дегеніміз 1-нің алдында ақсан. b дегеніміз міне а 4 асы ғой. 4 а деген 1, міне с дегеніміз 3 қосылған 4 а екен. Орнына қоя береміз. 4-тің квадраты қанша болады? 16 қосылған 8 ай болады. 16 ай болады. 4-тің квадраты 16 болады. Екеуін көйтіп екеселейміз. 2, 4, 8 қысқаша көйтіп формуласынан. 16 ай қосылған 4 ай квадрат болады екен. Алынған 12, алынған 16 ай болады екен. Енді қарайық, бұл жерде 16 ай мен 16 ай қысқарады екен. д-ны тауып алайық. Бұл жерде білесіздер 16 ай квадрат дегеніміз минус 1-ге тең. Сонда минус 4, минус 12. Сонда д тең 0 шықты. д тең 0 шықса бірақ жауап деген бар. Енді x 1-де 2 бірақ жауап деген сөз. Ол бізде минус b плюс минус түбірасында д бөлінген 2 ғой формула. Бірақ бұл жерде д қандай? 0. Міне д 0 шықты, керегі жоқ. Сонда минус b бөлінген 2 деген ғана қалады екен. Енді апарып мына b дегеніміз мына сан міне. b дегеніміз мына сан орнына келіп қойсақ 4 қосылған 2 ай бөлінген 2 болып шығады екен. Сонда 2 қосылған ай деген міне біздің ізденім жауап шықты. Келесі көтейік. Келесі бізде 13-ші есеп па?
2 квадрат алынған 8х қосылған 7 дейді. Бұл 13-ші есебіміз, құрметті әріптестер, 13-ші есебіміз. Алынған 4 бөлінген 2 квадрат алынған 8х қосылған 3 тең 0. Комплекс теңдеуін шешіңіз. Теңдеуін түбірлерінің қосындысы тиісті болатын аралықты табыңыз дейді. Қосындысы тиісті болатын аралық. Түбірлерінің қосындысы тиісті болатын аралық тап дейді. Онда былай істейміз. 2 квадрат алынған 8х қосылған 3 қосылған 4 дейміз. Бұна екеуі оқсау керек қой міне. Екеуі ішіндегі оқсау керек. Алынған 4 түбір астында 2 квадрат алынған 8х қосылған 3 деп қояйық. Енді бастай береміз. 2 квадрат алынған 8х қосылған 3 түбір астында бір т деп белгілей салайын. Сонда т қосылған 4 алынған 4 т квадрат болады біріншісіне. Мынау квадрат болады. Т квадрат қосылған 4 алынған 4 тең 0. Бұл сонда т квадрат алынған 4 қосылған 4 тең 0 болады екен. Бұл бізде т алынған 2-нің квадраты тең 0, т тең 2 шығады екен. 2-ні әкеп мына жерге қоямыз. Түбір астында х квадрат алынған 8х қосылған 3 анықтаулысын қарастырмады. Қазір көрейік. Т тең 2 болады. Т тең 2 болады екен. Сонда мына жерден қараңыздар, х квадрат т тең 2 болады екен. Енді сіздерге түсінікті болып жатыр деген сенімдемін. Т тең 2 шығады екен. Түбір астында 7 екен идей. Қазір қарай салайықшы. Х квадрат алынған 8х қосылған 3. Яғни квадраттайық. Х квадрат алынған 8х қосылған 3 дейміз. 2 квадрат 4 болады екен. Сонымен бұл жерде х квадрат алынған 8х қосылған 1 тең 0 екен. Алынған 1 болады. Тең 0 екен. Дискриминант тексерейікші. 8-дің квадраты қанша болады? 8-дің квадраты бізде 64 болады. Алынған 4 62 болады. 60 болады екен. 60 болады екен. Түсінді ма? 60 деген жауап шығады екен. Енді аржан шығара берейікші. 60 деген жауап шығады екен. Енді апарып дискриминант орнына қояйық. x1-де x1 шығады екен. Сонда мына минус 8 x1-де 2 плюс минус түбір астында 60 дегеніз 2 түбір астында 15 болады екен, бөлімінде 2. Сонда x1-де 2 тең 2-ні жақшаны сыртына шығарсақ қысқарады. Сонда 4 алынған түбір астында 15 біреуі. x2 дегеніміз 4 қосылған түбір астында 15 болады екен. Екеуі қысқарып кететін болса 8 деген жауап шыға ма? Екеуі қысқарып кететін болса бір рет тексере салайық. 8 деген жауап шықты. Түсінді ма? Ал енді 8 деген жауап қай аралыққа түседі дейді? 8 деген жауап 7 мен 12-ның арасына түседі ғой. Жауап 7 мен 12 деген талдайды екенсіздер. 8 7 мен 12-ның арасына түседі екен. Түсінікті болды ма? Онда біз келесі 14-ші есеп өтейік. 14-ші есеп. 14-ші есеп. Дұрыс бұрышты призманың табанына сырттай салған шеңбердің радиусы 2 түбір астында 3, биіктігі 3 түбір астында 3 болса, көлем тап дейді. Міне, дұрыс. Бізде осындай дұрыс призма бар екен. Дұрыс призма дейді. Биіктігі бізде дұрыс призманың биіктігі 3 түбір астында 3 дейді. Ал табанына сырттай салған шеңбер дейді. Табанына сырттай салған шеңбердің радиусы, сырттай салған шеңбердің радиусы 3 түбір астында 2 түбір астында 3 дейді. 2 түбір астында 3 екен. Жерде бізде радиус 2 түбір астында 3 екен. Түсінді ма? Сырттай салған шеңбердің радиусы 2 түбір астында 3 екен. Ал енді бізге табыңыз дейді. Болса көлемін тап дейді. Көлем. Призманың көлемін табу үшін бізге SH деген болу керек. H бар. S табан ауданы керек. Онда 3 жерден пайдаланайық. Табан ауданы табу үшін бізге қабырғасы керек екен. 3 қабырғасы тең. Онда сырттай салған шеңбердің радиусы қабырға бойынша 3 түбір астында 3 деген формула бар. Радиус бізде 2 түбір астында 3 екен. Тең түбір астында 3 бөлінген 3a. Екеуі қысқарады. A тең 6 шығады екен. Енді аудан дегенімізде табан аудан a квадрат түбір астында 3 бөлінген 4 тең қабырғалы 3 бұрышта. 6 квадрат 36 мен 4 қысқарса 9 түбір астында 3 екен. Енді көлем табу үшін 9 түбір астында 3 көбейтеміз 3 түбір астында 3 биіктікке. Сонда мына жерден көлем дегеніміз 81 деген жауап шығады екен. Келесі 15-ші есеп өтейік. Келесі 15-ші есеп. Арифметикалық прогрессия туралы берілген есеп екен. Ендеше 15-ші есебімізді бастайық. Арифметикалық прогрессия туралы беріп былай. Арифметикалық прогрессияның дейді 15-ші есеп.
арифметикалық прогрессінің бірінші, төртінші және жетінші мүшелерінің қосындысы. Бірінші, төртінші және жетінші мүшелерінің қосындысы 315-ке тең. 45-ке тең дейді. Кешірім сұраймын, 45-ке тең дейді. Оқи алмай жатырмын. Ал төртінші мен алтыншы мүшесінің көбейтіндісі. А4 пен А6 көбейтіндісі 315-ке тең. Прогрессінің алғашқы 20 мүшесінің қосындысын тап дейді. S20 алғашқы 20 мүшесінің қосындысын тап деген екен. Енді қосындысының формуласы S-ен формулағанда еді, NA1 қосылған N алынған 1-ді бөлінген 2 формуласы осы. Онда осыдан тауып келейік. А енді кім білесіздер? А1, А4 қалай ашылады? А1 қосылған 3-ті болып ашылады. А7, А1 қосылған 6-да формуласын білесіздер деп есептеймін. Ал енді мына жерде А1 қосылған 3-ті болып ашылады міне. А1 қосылған 3-ті бұл. А1 қосылған 5-ті болып ашылады. 5-ті болып ашылады екен. Немесе А4 пен А5 пен тұра берсін, қазір реттеп көрейік. Немесе бұлай тұра берсін. Қандай еді? А4, А6 деп кете берейік. А4 көбейту А6 тең 315 екен. Енді біріншісін реттеп көрейікші. Неше А1 бар екен? 3 А1 бар екен міне. 3-тіға 6-ны қосақ 9-ды тең 45 екен. Бәрі 3-ке қысқарады. Міне реттедім біріншісін. А1 қосылған 3-ті тең 15 шығады екен. Бұл А4-ті береді. А4 тең 15 деген сөз. А4-тің орнына 15-ті қойық, А6-ны тауып алайық. А4-тің орнына 15-ті қойсам, А6 неге тең екен? А6 15-ті қоям міне. 15-ке бөлем, 315-ті 15-ке бөлсем, 300-ді бесем 21 шығады екен. Ал А6 қалай ашылады? А6 А1 қосылған 5-ті тең 21. Міне тұр. А1 міне тұр тағы да. Қосылған 3-ті тең қанша екен? А1 қосылған 3-ті тең 15. Жүйе құрайық осыдан. Оң жағынан асақ 2-ті тең 6-ті тең 3 шығады екен. Т-ның орнына әкеп 3-ті қойсам, А1 тең 6 шығады екен міне. 3 5 15 6 шығады екен. Енді әкеп мынаның орнына қоямыз. А1-лері бар. S20-ны тап деді, 20 деп қояйық. 20 А1 менді бар. Маркермен боя десінде бояқ қояйық. Міне А1 менді бар екен. Орнына осыны әкеп қоя бастаймыз. А1 дегеніміз 6. Көбейтеміз 6 қосылған 20 көбейту 19 көбейту да дегеніміз міне 3 бөлінген 2 екен. 2 қайтеді? Қысқарады екен. Сонда 20, бұл жерде 120 шықты. 19 3-ке көбейсем 30, 27, 57, оған 10-ды көбейсем 570. Сонда 690 деген жауап шығады ғой дейме? 690 қарайық. Мен қате есептемесем, тез есептеп жатырмын. Қате есептемесем 690 деген жауап екен. Түсінікті болды ма? Қалған келесін осыны бір жүктейік сіздерге. Қалған келесі 16-шы есептен бастап тағы талқылаймын. Сіздерге тағы сәттілік тілеймін.